Ким Тэхёнды бәрі таниды. Бірақ оның мұна бір құпиясын екінің бірі біле бермейді. Ол Кореядағы ең мейірімді кей-поп жұлдыздарының бірі. Ким Тэхён өзінің кең жүрегін ешқашан жұртқа жария етпейді. Ол жай ғана іспен дәлелдейді. Үнсіз, камерасыз және көмек туралы мақтаншақ жазбаларсыз. Жанкүйерлері оның қайырымдылық жобаларын қалай қолдайтынын жылдар бойы байқап келеді. Бірақ оның өзі бұл туралы тіс жармайды. Бірде ол жобалардың бірінің тобынан қаражаттың бір бөлігін балалар ауруханасына аударуды сұраған және өз есімін толықтай құпия сақтаған. Сірлім алаңында балалар Ким Тэхёнға өздері жақын тартып тұрады. Ол олармен тең дәрежеде сөйлеседі, мұқият тыңдайды және әр баланың есімін жадында сақтап қалады. Әскерден оралғаннан кейін желіде оның бүлдіршіндермен жылы жүздесіп тұрған суреттері тарап кетті. Оның жүзіндегі шынайы мейірімділікті көрген жанкүйерлері ол болашақта ең керемет әке болады деп жарыса жазды. Сұхбаттарында ол музыканың өзі үшін басты жұбаныш екенін жиі айтады. Дегенмен адамдардың айтуынша, кей-поп жұлдызы Ким Тэхён үшін музыкадан да маңыздырақ бір нәрсе бар. Ол өзгелерге көмектесу мүмкіндігі. Үнсіз, артық сөзсіз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Танымал адамдардың қайырымдылығы құпия қалу керек пе? Әлде өзгелерді шабыттандыру үшін жақсылық туралы жар салып айту керек пе? Видеоға лайк басып, тіркелуді ұмытпа.